Бұлардан профессионал шыға ма? Чо, дайынсыңдар ма көруге? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай? Шүкір. Қалай Шымкент? Мына отыр ма? Шымкент енді дақшат екенші. Өзбекше. Не деген сөз? Керемет деген сөз ғой. Қай тілде? Өзбекше тілде. Шымкентке келіп өзбекше үйреніп кеткен соң. Арман өз тілін ұмыт қалған ба? Аллаға шүкір, өмірдің бәрі футбол болып кетті ғой. Сол футболмен жалғастырсақ па деймін. Енді өз басың футболды қалай негізі? Футболды мен сүйем ғой. Қалай сүйесің? Деп сүйем ғой. Бұл роликтің демеушісі Қазақстандағы ең сенімді букмекерлік кеңсе 1xbet компаниясы. Егер жоғары коэффициенттер жылдам төлемдер іздесеңіздер, тек осы жерде. Және Leo 65 промокоды арқылы алғашқы депозитке 100% бонус алуды ұмытпа, сілтеме комментарийде. Серьезно дегенде, енді қазір құйт бәрі бір команда ашып кетті ғой, білесің ба? Медиа команда ашып кетті бәрі. Сол қолға алайық та, брат. Bir шулатпадық па? Серьезно айтып тұрсың ба? Серьезно айтып тұрмын. Bir шулатып кәдімгідей. Жоқ, негізі сен серьезно айтып тұрсаң, мен бұл туралы менде жалпы ойланғанымша. Қанша уақыт ойландың? 5 минут болды. 5 минут болды. Таза қазақ ютубында алғашқы қазақ family негіз біз едік қой негіз. Жалпы Арман соңғы уақытта менің видеоларымның комментарийінде көремші. Мә, нони брат сендер, Арман, сен легендасыңдар ғой дейді ғой. Неге екеуің бірігіп бірдеңе істемейсіңдер дейді ғой, короче. Соны айттым ғой саған, негіз қашан айттым, бірігейік. Ладно, енді түсінемін ғой, Теміртаудан көшіп келдің, Астанаға үйрендің. Енді бәрі жақсы болды ғой қазір. Шүкір, Астанамыз ғой қазір. Давай онда медиа команда ашатын болсақ, досым, задний беру жоқ, қиын болады басы. Нақты шешім қабылдадың ба? Иә, мен оны осыдан 1 жыл бұрын қабылдадым да, бірақ бір өзім болғанда қиын болды ше. Содан кейін саған да айттым, қанша айттым, сен кейін давай. Но просто между собой әңгімелесетін әңгіме сияқты па еді камераның несіне. Анау қылып енді біріншісі Алматыда жиналамадық. Қазір енді Шымкентте жиналып тұрық. Әр нәрсенің өзінің хайыр бар дейді ғой. Енді қазір Шымкентте жиналып жатырық. Бірақ қиын болады. Оңай ештеңе жоқ қой қазір. Жаңа YouTube канал ашу, подписчик жинау, қаралым істеу, ол қиын болады. Задний берген адам кім болады деп давай қол алайықшы осы жерде. Задний беретін көресіңдер. Жоқ, анау тастап кеткен адам кім болады? Айтмысың? Көт? Көт. Біз и так көтпіз ғой. Басқа бір қиын бір андай намысқа тиетін ишакбас. Ишакбас? Лох, ишакбас. Ол ерекше. Біз біргеміз. Қандай қиыншылық болса да тастамаймыз до конца. Конкретно медиа команда ашамыз. Бәрін айырамыз. Міне көрі свидетельсің, кел бұз. Осы жерден бұз. Болды, тастамаймыз. Точно? Уәде ма? Болды, кет. О, болды. Сен болды, боссың. Боссың. Қайта өрсің болды, братчик? Қайта өр. Кімдер бар? Өзің айтшы. Саған ойыншылар керек қой. Бізге өзіміздің негізі Алтыбақан фэмилидегі балдар керек. Жалпы саған Алтыбақанның легендалары керек қой. Бірінші сол балдар керек. Кейін уже жайлап. Жай жинай береміз. Жай. Қазақстаннан. Таза қазақша. Қазақша тіл білмейтін болса біз алмаймыз. Нұрасы драш етуге кетіп барады, жыбы нахуй. Пока бәрі далада жүрген кезде кетті әнешіш. Уақыт санайық қазір 6 минут 33 секунд. Қанша минутта шығады екен? Біздің түпкі мақсатымыз неге шын дегенде КПЛ-дан екінші Қазақстан премьер-лигадан общий команда ашып, ауыл қазақтың ауылдағы таланттар іздеп, сол командада ойнатып, премьер-лигаға шығып, Лига чемпионды ойнау. Лига чемпионовтың финалында Алтыбақан Реал Мадрид финал. И біз 5-0 Стамбулда. Біздің басты мақсатымыз Лига чемпионға шығу да. Бұл жай медиа команда емес. Бұл жай ғана Алтыбақан Шо, болдың да, бауырым. Қандай ойыншылар бар? Саған ойыншылар керек та? Дәл қазір керек қой. Дәл қазір. Живой пагаш жіберейін ба? Шымкентте Алтыбақанның ойыншылар керек. Болдың да. Қызылорданікі Асқат Тағыберген ғой, негіз білесің ба? Тағыбергеннен де асып кетеді ғой бұл. Қой,
физика жағынан бірінші очередь. Серьезно? Енді Асхат Тағыбергеннен мықты ғой, шымыр жігіт қой. Мындай корпуспен итеріп жіберетін. Но мынау, оның аты Нұрасыл ғой. Қан шағыршы. Қысқа есімі. Ол шеше драшеп жүр қарты ваны. Бауырым! Душтың ішінде. О, шеше. Ал, көрдің ба, ойыншыны? Кәдімде шок болып отырмын ғой, қандай оғасын? Қызылордан. Алтыбақанның баяғыдан келатқан легендасы ғой. Қымыз, қымыран, кәдімгідей ше. Палуан ғой, мынандай мықты жігіт көрмеген мен. Мынандай мықты жігіт көрмеген мен. Титан ғой. Титан ба? Титан. Жарайды, бұл мықты жігітті көрдік. Екіншісі кім бізде? Екіншісін ба? Айтайын ба? Рома ма? Жандос айта ма? Кішкентайдан таныстырып жатыр ма? Жостық емес, нежін айтшы. Нежін ма? Ол аңыз адам ғой. Ол туралы кітап жазу керек. Қой. Қайықтыка. Приясерстікі. Рома ма? Жалпы бал. Өт-өткі деді ғой. Месси сияқты? Өт-өткі деді ше, бірақ доп аяқта қалып кеткен ғой. Өзі өткі де береді да. Кім аты оның? Оның аты аса қадірменді Рамазан! Shit ist so classic, heiliger Gral. Shit ist so classic wie Heimatkanal. GOAT wie Muhammad Ali. Рома Симпл тебя любит дейді. Рома дегенің сондай красавчик екен ғой. Жаман красавчик қой ол. Жарайды, үшіншісі кім бізде мынау? Бәлә, білесіздер ме, есіме не түсіп кетіп жатыр. Убойный футбол ма қандай еді анау? Кішкентай кезде қарадық бір футболды. Сол кезде әр жерге барып бір жұмысшыларды әкеліп таныстырады ғой, короче. Тура сол. Команда қызық болай деп тұр бізде. Үшіншісі бар ғой, жаңа айтып өткендей, біздің команда гениальный деп отырмын ғой. Бұл жерде әртүрлі ұлттар бар ше. Қой? Жандос па? Басқа ұлт болғанда қазақ қой. Қазақша біле ма? Қазаққа ұқсамайды да просто. Бұл афроамериканецке ұқсайды. аты кім ол? Тайландец десе, Тайланд. Жан Клод Ван Дам. Дәл айтқандай. Кім? Жандос! Қарсы таза Тайланд қой шешесі, түрін айтшы. Кім біледі, ташаған кестіріп алған шығар ма? Значит, ол футболда көмек тигізе ала ма? Түнде ойнау керек біз онда футбол? Ол түнде ойнасақ вот. Түнде ойнаған кезде ана қарсыластар көрмей қалады. жынды болып қалды олар. Тек доп жүріп баратыр ма? Аналар құлайды да бүйтіп, типа андай. Елес көріп жатыр. Футбол ойнай ала ма дос? Ойнайды ол. Бір ретте челленджде бізге гол соққан сол. Гол соққан ба? Төртіншісі кім бізде? Сен қандай команда жинайын деп жатсың? Ертең бізде мақсат ұту емес, 10 гол жіберіп алмау болады ғой. Төртіншісін айт онда. Келесі ойыншы ол Қазақстанның шоу-бизнесінің легендасы ғой. Тимур ма? Тимур ма? Де Брюйне ғой. Бір командада 3 красавчик болмайды. Мен, Рома, Тимур, сен енді. Төртеу. Төртеу ба? Төртеу? Жоқ, төртеу ауырып кетпей ма? Ауырмайды. Болды, оны шақыр Тимур. Тимомо! Жарайды, бұл не істейді? Футбол ойнай ала ма? Или ән айтып беремін бізге? Ол ән айтып тұрады. Ол өзі штрафмайдан жақсы. Басың сенің ше. Басым толған миы. Қалай сүйіп тұр анан бәрі сенің басың? Білесің ба неге мен басым дөп? Іші миы да толы. Жоқ, көрдім ол ми тола екенін ше. Главное, жұмыс жасаса болды ол ми. Істейді ғой. Істей ма? Істейді. Жарайды, мен уже 5-ші сұрауға қорқып тұрмын сенен. 5-шісі бар ғой. Кім қалды? Миллер ма? Миллер жоқ қой. Кім қалды? Досымжан ба? Қанша керек? Бешеуіміз ғой. Не, мини команда ашамыз ба не? Бізге большой керек еді ғой? Большой керек па? Қалған кейін жинай береміз. Қалған ба? Иә. Жарайды, 5-шісі маған қызық болып тұр. 5-шісі кім бізде? 5-ші Алтыбақан фэмилиге қатысы жоқ бірақ. Ол қалай бұл? Бірақ қатысы бар да. Қалай ол? Бір қатысы жоқ, бір қатысы бар. Оның керемет қатысы бар. Қандай? Алтыбақан 2018-де құрылып, қазақ ютубын шығарған кезімізде бар емес па? Лапылдап жанып тұрған кезін, лап деп жанып тұрды ғой. Сол кезде бізді қолдап, саған маған донат лақтырған
Серьезно? Бізді көріп өскен Қазақ бала екен. Алтыбақанның яры фанаты ғой. Қой. Аты кім? Досымжан. Досымжан ғой. Танатаров емес па әнші? Жоқ болмас. Бізде бір әнші бар ғой, Уотсон. Сонымен ортада. Ортада бізде Челси деп айтсаң, Досымжан деп айтсаң. Челси, Досымжан дегеннің легендасы, Free Fire'дың королі, лучший игрогі Досымжан Челси. Футбольный формамен тек осақ шықтау дейм, походу. Онай ма осы ойыншылар? Енді бары мен вокзал деген сөз бар ғой, білесің, енді бары осы болса енді басқа ешкім жоқ па? Енді қалған мысалы, жоқ қара, бізде 11 адам ойнау керек, 5-6 замен болу керек. Иә. Қалған не істейміз? Табамыз ғой. Қаяқтан? OLX-тен. Оны не деп жазасың? Арзан ойыншылар деп. Или жігіттер комментарияға жазсын, Иә? кімді командаға алсақ болады? Жалпы бізде тұр ғой міне көз көріп отқан. Миллиондаған. Жазсын комментарийге. Кімді алсақ болады? Қандай ютуберді ма? Иә, араларында мысалға жоқ, әдемі вариант жазған адамға 10 000 теңге бере салайық. Бізге командаға адам тауып берген. Адам тауып берген адамға 10 000 теңге ма? 10 000 теңге каспиан лақтырып жібереміз. Жарайды, бізге кішкене ақылымызға сыймай тұр, кімді алатынымызды білмей тұр. Сәл мен шок болып тұрмын, қандай ойыншылар. Мен ойлағам ғой, Криштиану Роналдо, Месси деп білесің бе деп ше. Болды онда, жарайды, Нони. Біз жаттығуымызды бастаймыз ба? Жаттығу бастайық. Бұларды көрмейміз поляда. Поляда көрейік, иә? Бірінші. Короче, андай болу керек еді, типа Арман бір как инвестор ретінде, бір бизнесмен ретінде рөлінде болу керек еді, короче, маған осылай команда керек деген сияқты. Или солай болып отырмын, так. Енді оның жақтан келіп, типа менде бар ғой деген сияқты. Үйге кіргізейік. Типа убойный футбол сияқты қылып істеу керек еді. И сол убойный футболдың ішіндегі моменттерді алу керек еді. Болды онда, жігіттер, бізде жаттығу алғашқа. Сүйаққа кеттік, балдарды қазір қараймыз. Ал бізде балдар қоныстанды, қазір біз Шымкентке барлық балдарды жинадық және осындай керемет біз үй жалдадық. Бағасы да бірақ керемет. Икта, тоқтамаймыз, икта штук. Жоқ, біз сұрып ал. Так, Міне осындай влогтар ұнайды маған ше, осылай түсірген, типа чисто андай сценарийсіз вайп бар ғой кәдімгі. Өтірік камера. Осындайды қараған ұнайды маған. Мына екеуі адышы ойнап жатыр PlayStation. Енді жүріп сөйлеп жүріп түсіріп жатыр да. Осылай как жүрекке жақын көрінеді. Қандай пайсыз ойнайсыңдар ертең? Кім? Сен қандай пайсыз ойнайсың? Судья боласың ба шеш? Жоқ, өзіңе қандай пайсыз? Защита, нападай. Ебать, ну даже футбол, білесің ба футбол? Қандай пайсыз ойнайсың? А пеналиде тебетін штраф. Мына шешақтар жүр ғой. Нападающий. Роналдоның позициясы ғой. Қандай ненің? Роналдоның позициясы, Роналдоның позициясы. Форвард қой? Атакующий форвард, правый атакующий форвард. Кім защитада ойнайды бізде онда? Фланговый атакующий. Мен оң жағымда, сол жағымда. Бап тактиканы кейін танаймыз. Так. Жоқ, Рома ойнатып отқан жоқ, Рома білмейді ол, мен Рома таза вип қазақ қой, шіреніп киініп, шіреніп машинаға мініп алып. Спортта көрмеппін мен Романы. Тікенектер бар. Тікенек не үшін? Опасно. Бұл не ғой? Анамына бастап кетсе. Төбелеске ба? Размерің қаншасың? Көрейік болады. Неге петличкамен жүр? Камераның өзіне микрофон жоқ па не? Арманға бір петличка, камераның үстіне қоятын рот деген бар ғой, сондайды қойды. Әдем шақын тауыз. Мен баған айтқам қазір съемка болады деп сөйтсем, бұл тез оң баған комнатасы жидап тастапты ғой. Уақытқа шығарып көрік. Бәрі қипсаймыз. Қимаймыз. Жоқ, жүрмейсің ба қатя? Жоқ, мынау неден? Балконда тұрады ғой. Көзден жас шығып кетті ғой. Очкиде өтіп кетті ғой бұлай. Литвиннің білесің ба, аяқ киімін? Масқа тоже сасық қой. Сондай ма не? Өзі жақсы адамдардың, жақсы футболистердің аяқтары сасық болады. То есть аяқтар емес, аяқ киімдері. Ой, бәлә. Шығатын жағы аяқ бұл. Жандос ма? Жандостікі ма? Жандостікі. Бутсы бар ма ода?
Енді, конечно, дұрыс емес біреудің. Бұл енді Мессидің размері деп ойлаймын мен. Қалай өзі? 35-ші размер. 35 па, қыздікін деген, Номерін кепсе білмеймін. Натуре 35 па? Жандос, сен бутсиіңді көріп, анамен Тима айтты, гол салу қиын болады деді ғой, аяқ. Сен нені қайдан көрдің менікін? Ана екінші. Астанаға мамаңа зындықты. Негізі достар, мына жерде Жоқ, енді бірінші сен қай позицияда ойнайсың? мен гулитпін ғой. Ортадасың ғой, значит. Жоқ, нападение. Төрт нападающий, аяқта әлі нападающий. Защитаға кім ойнайды бізде? Бізде защита жоқ қой. Бізде общий нападение. Общий защитаға қайтамыз. Вратарда біздің бірге кетіп. Ертең бізде жатты оны, ертең көреміз. Легендарный бутсы. Бля, малдар. Мынау оригинал. Adidas центрінен алғам. Любой кроссовка, туфли, бутсы, тапочка оригинал екен білу үшін, жақсы сапада екен. Майыстырған кезде ол ортасына майыс болу керек. Қайғына майыс? Міне, адамның шын табиғи аяғы майыс. Бәрі үйсі майыспай ма? Басың ше сен аяғың. Менің ортасына майыс? Ортасына майсы сенкі китайский таза. Аяғым өзімнің аяғым ортасына майыс. Ортасына? Мутансың ба? Кім оригиналды шарт етеді? Сол емес пе? Любой аяқ киімді бүйтіп мышсаң басынан майыспай ма? Или мен білмеймін $10,000 бұны. ғой. Нұрас, жүр, бутсиін көр, сенкін ақ көрмедік біз. Мынау, новый! Футбол ойнама! Бірінші рет. Сатып алдым оны ойдан. Қытай ғой ну? Қытайша сөйлеп кетсе? Асты пластмасс ғонан? Ариграл. Тейізбе. Жоқ. Ебаны бітті мұнау. Мынау бар ғой? Мынау біздің кухнямыз. Мен естуім бойынша бұл үй бір $500,000-600,000 долларға салынған. Егес айтып берді. Шөп, твою-мать, не деген ақша шеші. Қазір Егес Алтыбақан фэмилидің алғашқы жаттығуымыз, ал жігіттер, кеттік, бастаймыз. Ал бізде екінші күн жаттығу қазір. Мына балдардың бәрін бірінші тренировкада көреміз. Өздерің комментарий бересіңдер. Қайсына жігіттер? Сен кімге өтпейсің ба? Видео. Болды. Маған кеттім мен басқа екен. Мына машинаға мен жігіттер. Медиа команда болу қиын болатын шығар бүкмесін. Не дейді? Нұрас көт Simple тіпті. Simple'ның монтажы ғына. Енді медиа команданың бастамасы ғой, просто қазір каналға подписчиктер жинап, просмотрды көбейтіп, одан кейін уже спонсорлар іздейді. Ол 100% қазақ тілінде, тем более нанда ютуберлер жиналып медиа команда ашса, ол жыбыта болады. Вот жүрдік қазір. Даже As The Family'дің өзін қараңдаршы, просмотрлары өте аз, еще орыс тілінде, и қанша проекттер жасап сатшы. Неге қазақ тілінде жасамасқа? Явында бұлардың просмотрлары As The Family'ден көп болады, ол ЖБ. Нұрас бір жерді сықы қоятын сияқты кеп жатыр. Осын айта беретін еді біреулері. Әсіпке апарайын ба деп. Налар сол жерге барыпты. Ебать, мынандай тамақ жеп, одан кейін тренировкаға бар жатыр ма? Или тренировкадан кейін жеген мана тамақты. Таң азаным мен мынандай.
1 2 штанга. Toş көрме. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Қазір бізде Алтыбақанның балдарын бірінші аттығын алып келдік. Енді түсініп тұрық қой не болатын. Балдар дайын емес, жартысы футбол, жартысы емес, 80% футбол ойнамаған бұл командада. Енді солармен сәл-сәл қазір жұмыс істейміз. Жаслан ағай мен Жервин ағай бізге арнайы шақырттық. Осы біздің футбол үйрету және физподготовка. Бля, өткенде айттым ғой бұларға мен. Пожалуйста, егер футболдан зат түсіретін кезде воротасы үлкен поляға түсіріңдер деп. Ол обязательно деп. Подготовканы істейтін жігіттер осылар болады. Жаслан ағай, қазір бір өзіңіз комментарий беріп жүрсеңіз. Мына балдардың енді түрін көріп тұрсыз ғой? Ана доп тиіп отқан қарасаңшы. Рома, бар ударымен тепші. Рома кроссымен жүр ма? Неге кроссымен жүр? Бутсы қайда? Айбай. Айбай. Женский медиалига болса нормально. Шанс. Мыналарды адам қылуға бола ма? Адам қылуға ма? Любой адамды адам қылуға болады. Бола ма? Қазір көреміз тренировка жасамады. Балдар бұл. Айбай. Өзін көрсете алмайтқан жағы. Ана тебіз көрсететін тебіз емес қала. Давай адам қылайық осылар да, барымыз olsun. Жасаймыз. Құдай қаласа енді бір 11 қыл көрек біз негізі. 11 деген едің ғой. 11 бала жоқ, 11 жоқ, 8 ба жетеуміз ғой негізі. Бақамен қосқанда 8 біз ғой оператормен. Бақа деген кім? Қалған блогерлер біз ақша алмай жатыр да қазір келуге Шымкентке. Сол бізден финансирование жоқ қазір. Ордабасы кірдіңіз ғой қазір. Оператор? Енді болады. Енді бюджет аламыз, енді бюджет аламыз. Все, Жаке, көмектесіп жіберіңіз енді бір. Конечно. Болды. Натуре жаныз намаз оқып тұр ма? Конечно. Вот, look these boys, this big footballist, in yellow. You look, мнение қалай болады, ойыңда жүрші деген. Look this footballist. Why do you think, ба? Yes. Footballist, no footballist. What are you doing? What are you doing? What are you doing? No footballist. No footballist? I don't know. I know. You don't know? No, I don't know. Just come into training. You 1 month, maybe seen footballist. One month training, okay? Big problem. Very, very big. Very big? 1 month? 1 month. Oh, no. No? Бұл жігіт айтады, бір айда көмектеспейді бұл балаларға дейді. Енді бір жыл керек ау, сол как минимум. көреміз енді қазір. Романың өзі де маған қарап қойды, составқа түсем ба түспеймін ба деп. Серьезно қараймыз. Апта бастап отырқ па? Мен мына жерде. Доп оригинал ғой? Жоқ, оригинал. Анау. Доп что-то маған да жақпады, басында кім біреу тепті ғой, мына жерде бір түрлі ұшты ше. Мына осы жерде ұшқан өзі пық еткізіп андай ұшып отыр да. Серьезно қараймыз. Апта бастап отырқ па? Мен мына жерде. Доп оригинал ғой? Жоқ, оригинал. Анау. Power. Или күн салқын болғаннан кейін ба ана доп андай тақтай сияқты тық еткізіп. Қарсы көрінбе тық еткізіп. Мынау кім? Мынау жақсы сүйеді. Досымжан ба мынау? Ара? Пока что ең нормальный удар. Бар. Міне Алтыбақанның лучший игрогым ғой мен. Хоп. Әне! Түсірмеу керек. Жақсы. Бар. Әне, разминка жастардан алдын жүгіріп алған шығар, хотя денелерін қыздыртып. Или сразу разминка ма? Или жүгірткізіп жатыр ма қазір? Бля, рас таза компьютердің алдында отырып қалған балаға қараш. Жүгірістен ақ байқалады ше, кім типа спортпен шұғылданған, кім ойнаған.
бұл сендерге ютубта отырып PUBG контр ойнау емес бұл. Мен бармаймын наху. Позорын шығарайын деп тұрған олар. Мен де осында ағаш болып қалғанмын ғой қазір. Нониді бір деп келген ғой мынау. Рас өшіп қалды. Самса не шығып жатыр ма? Оля самса жеп іші. Яба, пиздец қинап қойған да. Самса таң азанын әсіп жеп. Қатып қалды. Роман қырды. Бармаймын мен ертең пиздец позорын шығарайын деп тұрған. Менде ас тас жатқан ешқандай жерім жоқ олардан. Келес, давай, Рома! Ага, артқа. Веном, ома, веном. Жүгіруден бірінші орын. Қаяқта? Мектепте. Бірінші класстардың арасында ма? Жоқ, ой. Кәдімгі өзің класс 10-11. Жақсы, бірінші орын ағасың, жүгіруден, О, шеше. Базар жоқ. Роман физикасы бар, я, білмеймін. Бірінші рет көріп атмайым бұларды. Көрсетіп атқан жігітті. Телевидение ма? Сағыз жинау, сокын. Біз өкпеміз өлді ғой. 5 минут болды басталғанда, брат. Жоқ, әшейін размекеге өліп қалдық. Ертең 90 минуттан қалай ойнаймыз, Скорый ма? Қандай 2 скорый заказ беріп қою керек сияқты болды ғой, сразу. Қандай көресің футболды? Бүкіл командадан скорый әкетіп қалады. Бірінші ситуация болды сондай. Бірінші, тарихқа кіреміз. Короче, уже қимылдағаннан байқалады. Ең нормальный ойын ішінде Шелзи, Тюб, Техник, анау мынау. Тимур да жақсы, Тимур ма деген еді? Тимур Умаров па? Жақсы қозғалады. Аяғы мықты да, уверен тұрады. Но оның техникасы бар, бірақ физика жағынан қызы. Че там деп отырсың? Шотан баланы аяқтарды. Аяқ басы сызбай қалды ғой. Ой, рас. Ең жасы арамыздағы. Больница жатайын деді. Аяқ сатып қойды ма, не істейміз? Блок, бет, үш, тізе, бас, жек, бет, көк. Базар жоқ, реакцияның ойыны ғой. Кім көт ұстады? Кім? Үш, тізе, бас, жек, бет, көз. Көк дегенде кім көтін ұстады? Ешкім ұстаған жоқ қой вроде. Просто прикол ма? Білесің? Оператор үлгермей жатыр ғой шығарып. Что сырттан түсірмеді? Бля, сырттан түсір керек қой, онан оператор үлгермей жатыр ғой көрсетіп. Оператордың реакциясын қараш. Удар ма? О, воротада кім? Бір мужик тұр ғой. Рома, вип-казах. Ну, нормальный удар. Тоже нормальный удар. Аспанға бірақ. Оп, тептің. Шаршады оператор. Сай болды. Бәлі тағы бір камера керек негізі бұндай. Бам! Ай-ай-ай. Жақсы удар болды. 300 болды. $300. Өзі өшіп қалады ма? Ну, реакция жағынан жақсы, балдар. Көрініп тұршы кәдімгідей PUBG, CS ойнағандары ше, бағана бірнесе бет, көз, қол, көт ше. Деп атқан жерім. Ады Тима да жақсы стадион. Ал, давай, Шелзи. Шелзи түсір. Жақында. 1, 2, 3. Кеттік. Тез. Аяқ қимылдап тұр.
Ұзақ ойланады. 1 секунд, 1,5 секунд. Қанша? 1,7 секунд. Ең Осы қыз айбал Free Fire ойнасаң көрдіңдер ме, реакцияларың болмайды. Сол үшін PUBG, CS ойнау керек жігіттер. жақсы. Мен бәрі түрткен ең жақсы мынау. Әр ойлаған 1,5 секунд ойнау ма? Көп ойланады. Реакциясын Слабый ма? слабый болды. Бірақ Free Fire жақсы ма? Шыда, 4 секунд. 3. Free Fire'ға реакция керек емес па? Негізі. Қанша уақыт? кезгода реакция бар ғой. Жоқ, қанша уақыт? Талапымен бар ғой, миттен бүйт секіріп өткенге. Артынан қол көрдім ғой мен. Жай түртесің. Наугад істеме бірақ. Аха. Ой, бұл жынды. Өлді жандыса. Күші қалмады аяғын. Қимылдап тұр. Наугад істеме. Аха. Қимылдап тұр. Ай жаным, қанша секунд? Ассалаумалейкум. Нормально істеді ма бұл? Қанша секунд? Жан жақтың білесі ғой. Показатель жақсы ма? 0,3, 0,4 секунд. Молодец. Каратенің арқасы ма? Шпагатқа отыра алмайтын карате көрмеген бірақ мен. 1, 2, 3 кеттік. Но не нормально болу керек па идея реакция? О, хорош. Жанат, сразу. Қай аяқ деді? Енді бәрібір ма? Жақсы. Хорошо. Вот. О, міне. Наугад. Жаңған кезде сразу реакция жылдам болу керек. Давай. 1, 0. Бірақ аяқ жаман шаршайды бұдан, по идее. Қалай? Но не ғой пока ең жақсы результат көрсеткен. Көрініп тұр ғой так. Официально. Бүгін сайладық мына жігітті. Ал, Роман көрейікші, Рома ең жылдам сияқты. Сол аяқта істе. Ойшыш. Ұзыннан созады екен. Тез. Жылқылар сияқты. Жанат, наугад істе. Жан... Жо, давай. Бастан бопты. Ладно. Биді айырады екен даже. Давай, жақсы. О. 10 секунд, шыда. Жүзі бол. 5 секунд. 5. Не, хорош. Болады бірінші, по идее, тренировкаға. Бірінші видеоға. В общем, жігіттер, былай ғой, бізді білесіңдер, жалпы барлығымыз компьютердің алдында біраз отырып қалғанбыз енді, короче, содан көп қималдамадық, футболды ойнап тұру керек, арасында тренировка жасап тұру керек. Мына жерін көрдің неге сен монтажды? Білмеймін енді, компьютердің алдында көп отқаннан кейін ба, сүйектер қатайып қалған ба, білмеймін ғой. Содан кейін мынау тышқақ. В общем, енді Нони кел, сөйлесек тұр. Ладно, қазір енді балдардың жағдайын көрдім. Но не 30 қаншада бұл? Сонда да 90 неше? медиа командада ұтамыз. 90 неше? 4 па? Бәрін ұтамыз ба? Мә ұтасың. Неге? Конечно, сен отыратын болсаң үйде. Жоқ, мен емес қой, мынау айтып атқан. 11-ден 0 боласың. Ұтамыз десе, давай, морально бізді, давай. Сен лучше аяғыңды көрсет врачтарға. Кім? Жасик, сенің бір сұрақ жүрейік. Көмекшіміз, ассистентіміз енді біздің команда туралы айтып жүрші. Жинадым енді осы балдарды. Пока осы, енді бір-екі қосылатын бар әлі. 11 қыламыз ғой, енді айтып бейт. Лео бар, қосылам десе. Тағы бар. Мен қосылмайым шеше, бұлай позор болғым келмейді мен мысалы. Енді көрдің ғой енді. Енді қиындау. Қолымен футбол ойнайтын болсақ шанс бар. Аяқпен пока енді сұрап келгісі. Ол сендер мені бұдан 4 жыл бұрын көргенсіңдер ғой, ол кезде футбол ойнап жүрген кездер. Мен одан кейін вообще соңғы рет Лео тимдағы челленджер түсірілді, болды, одан кейін футбол вообще ойнамаған. Вы че? Мен де дәл осылар сияқты жүремін ғой. Желайын жақсы айбал, позор болған. Главное, жұмыс істейміз, тренировка жасаймыз, дальше уже қазір. Бірінші ойындар басталады, сол кезде белгілі болады ғой. Кеше Ташкентке де барып келдім. Соны емдетуге. Одан кейін Лео тек PUBG-да қатты жүгірген еді. Айтпай еще немен shift-ті басып пиздес.
Ал қысқасы осы достар, бірінші бөлім аяқталды. Лайктарыңды, комментарийлеріңді аямаңдар, барынша қолдаңдар, достарыңмен бөлсін. Нұрастың аяғына не болды? Сөйтіп сол күйі түсінбей кеттік қой. Тұрып аяғым травма қалды деген қалай кетті? Еще мына жаққа кеткен ғой аяғының, мына жері пятка ма? Алтыбақаның медиа командасы осымен ашылды. Бұл бірінші бөлім. Екінші бөлім көп күттірмей шығарамыз да. Екінші бөлім уже тағы да блогерлер келеді. Алтыбақанның блогерлері келеді. Ар күні шығатын жер ертең емес та. Қазір Құдай қаласа қосылады. Ол екінші бөлім, солармен шығарамыз. Одан кейін өздерің ойларын жазыңдар. Қалай істейміз, не болады? Нұрас тренировкада көп көрінбеді. Өткені аяғын ауыртып апты. Оны ертең неге психбольницаға апарамыз, сояқта көрсетеміз. Психбольницаға ма? Иә, сояқта көрсетеміз аяғын. Барымыз да, нарымыз да осы. Бірақ күшті болуға тырысамыз, жаттығу істеп. Бүгін жаттығу ұнады ма сендерге? Мощный болды ғой, мощный болды ма? Ой, қазір мощный. Ертең деп жүреміз ғой, бейді отырып тұра алмайшы. Жоқ, қазір айтып отырып қой, бізде тек блогерлер, аномал. 2 жылдан кейін біз отырмайық скамейкада анаяқта профессионалдар жүгіріп жүр. Олай болмауға тырысамыз. Конечно, тырысамыз. Таза медиамыз, таза медийный команда боламыз. Ютуберлер, Құдай қаласа, давай жігіттер қолдаңдар, лайктарын басыңдар. Негізі әдем болады, таза медиа лига болса да, таза блогерлер ойнайтын болса, ойлаңдаршы, типа қазіргі таңда өте көп қой. Блогерлер, тиктокер, инстаграм, әншілер, тағымдыр өнер жолында жүрген адамдар таза солардың арасында медиа футбол болса, вот негізі Қазақстанда сол медиа лиганы дамытуға негізі жақсы мүмкіндік болады. Бізде андай ғой, ұтылғысы келмейді, ешкімнің андай контент жасауға желаниялар жоқ, барлығы типа андай ұтқысы келеді, қастарына проф ойыншыларды алып келеді, командаға қосады. Көрдік қой, осы уақытқа дейін неше медиа команда ашылды да, мысалы қарап жүрген, бәрі басында типа блогерлер тартады, бәрін соңында қуып жібереді, проф нелерді алады. Нормально бірінші да, по идее, бірінші тренировкаға, бірінші видеоға нормально түсірілген, 1 сағат прям. О, нормально, қараңдаршы, уже біз видеоны қарап бітем дегенше 4650 подписчик, почти 5000 подписчик бір видеодан.